Арыс қаласы әлеуметі артып, тұрмысы тұрақталып келеді. Биылғы жылға бюджет мүмкіндігін ескере отырып, әр ауыл үшін ең өзекті әрі қажетті жобаларды жүзеге асыруға тиісті қаржы бөлініп, бірқатар нақты жұмыстар атқарылған. Қалада санитарлық тазалық, көгалдандыру және кәріз жүйелерінің жұмысы жүруде. Нақтырақ айтқанда, Тараз-Мөлтек ауданында кәріз жүйесінің құрылысы аяқталуға шақ. Биылғы жылға құрылысы толық аяқталып, іске қосу жоспарланып отыр. Өтпелі бізде Тараз тұрғын ауданында кәріз жүйесі жүріп жатыр. Құдай қаласа биыл іске қосамыз деп жатырмыз. Биыл біз Байырқұм, Көкжиде, Жиделі елді мекендерін газға қостық. Саналы елді мекен қосылып жатыр. Жасыл Арыс деген мекеме бар. Ол мекемеде жәндегідей қаланы көріктендіру, тал егу жұмыстарымен айналысады. Өзіміздің жағы тұқым бағымыз бар сол мекемеде. 4797 абонент толық газбен қамтамасыз етілген. 85-90%-на жағы газ қол жетімді. Бүгінгі таңда 60 мыңнан астам ағаш егілген. Осы тұқымбақтан шыққан ағаштар. Тұқымбақтан шыққаннан кейін өзі жерсінген, адаптация болған ағаш қайтадан еккенге ұзақ емес, аз уақыт кетеді. Аз уақыт мерзімде егілгеннен кейін 90-80% жаңағы уақыт дейді береді, жаңағы өнімін шығарып. Қаланың күл-қоқыс тасымалымен айналысатын бірнеше мекеме бар. Барлығы қаланың тазалығы мен күл-қоқыс шығару саябақтарды күтіп баптау сияқты қызметтер атқарады. Арыс қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Жомарт Тұрсынбеков қалада тазалық кестеге сәйкес жүретінін айтты. Алайда қала тұрғындарының да өз наразылықтары бар. Мұсыр тастаған қоймайды бәрі да. Малды открытый жіберіп жатыр. Қарсы еккен талдың бәрін жеп тастады, түйемен ешкі. Қаланың тағы да тазалығымен Тұран сервис деген мекеме бар. Ол мекемемен де келісімшартқа тұрғанбыз. Ол мекеме жаңағы қаладағы жаңа айтамыз ғой, бытовой отход әр үйден шығатын нелерді жаңағы күл-қоқыстарды келісімшарт негізінде әр жаңағы үй иесімен, пәтер иесімен, үй иесімен келісімшартқа сәйкес тазалық жұмыстарымен айналысады. Газ инспекциясы деген мекеме ашылған. Әр үйге кірген газдың артынан тексеріс болады. Жаңағы ең бірінші мәселе қауіпсіздік қой. Ол газды кіргіздің, кеттің болды деген болмайды. Ертең өзіден және құдай сақтасын шипа шығуы да мүмкін, төтенше жағдай болуы мүмкін. Оның бәрін қадағалап тексеріп отыратын мекемеміз де бар. Айта кетейік, қала әкімі Қайсар Мыңқараев әкім болып тағайындалған күннен бастап ауылдық округ орталықтарын аралап, тұрғындармен жүздесіп, олардың өтініш ұсыныстарын тыңдаған. Сол кезде тұрғындардың сұранысы бойынша қалаға кіреберіс жолға жарық шамдар мен бағдаршам мәселесі жиі айтылыпты. Бүгінде соның нәтижесінде 250 дана бағана қойылып, жарықтандырылған. Тұрғындардың өтініші бойынша жаңағы сөзге жаңағы жиі ДТП көп болатын еді, көп болатын сөзге бағдаршам қойдық, светофор 70%-дай қалада жарықтандыру орналасқан. Енді жылдан жылға жаңадан көшелерде қосылады. Олардың бәрін енді алдағы жоспарларымызға сәйкес жарықтандырып отырамыз ғой енді. Енді бағаналар оның барлығы бізде Қазақ Реалстор деген мекемемен мемлекет жекеменшік әріптестік аясында келісімшарт түзілген былтыр 5 жыл көлемінде. Сол мекеме айналысады, күтіп ұстауы бар жағы. Бағаналардың жарық шамдары мысалы күйіп кеткені болады. Жаңағы столы дейміз ғой жаңағы. Бағаналардың жаңағы қисайып қалады, майысып қалады, істен шығады, жарамай қалады. Солардың барлығын күтіп ұстаумен айналысатын мекемеміз бар. Қанша дегенмен ауыл берекенің бастауы, елдің еңсесі ауылдың әл-ауқатында. Алдағы уақытта әр ауылдың мәселесін кезең-кезеңмен шешу бағытында жұмыстар жалғаса бермек.